аңыз тау дастан, таусылмаған әу бастан, тоқтап қалған керуен бір-бірімен жалғасқан. Бұлттан бұйда тағынып, көктен көрпе жамылып, таулар жатыр аңырып, сапарларын сағынып, жетер жерге жеткесін, мәңгілікке шөккесін. Оятпаңдар, байқаңдар, таулар тұрып кетпесін. Сәуір айының 2-ші жұлдызы 1972 жыл. Бүгін дәл қазір 2-ші сәуір. Түнгі 12-лерде тырналар ұшып өтті. Столға отырғанымда сол еді, тырнаның даусын естідім. Біздің жаққа қарай ұшып өтті. Ақ тырналар аспанға сына қағып ұшып кетті. Қайырлы таң, жомарт жерім, ер жерім, өзендерім, көлдерім. Қайырлы таң, кер миықты кең далам, құба жонды белдерім. Орманым да шуламай, суларым да туламай, ақбастата тауларым да жыламай. Бәрі дағы таң нұрына боялды, менің елім ұйқысынан оянды. жылы біздің әдебиетімізге, әсіресе поэзиямызға бір топ талантты жастар келіп қосылды. Сол тұста өзінің жарқын жырларымен, жарқын лирикасымен біздің әдебиетіміздің есігін айқара ашып, Мұқағали кіріп келіп еді. Мұқағалидың алғашқы өлеңдерін оқыған Әбділда Тәжібаев жолдастар әдебиетімізге жаңа бір ақын кеп қосылды. Жаңа ақынның қосылуы жаңа бір көктем келгендей қуаныша келіп тұр бізге. Ол өзінің күшімен, өзінің бүгінгі тегеурінімен біздің поэзиямыздың бағын ашатын сияқты деп Жазушылар одағының поэзия жөніндегі пленумында әбекең сөз сөйлеп, Мұқағалидың бір өлеңін оқығаны менің жадымда қалып қойыпты. Ұмытпасам, 60-шы жылдардың ақыры ғой дейді. Жазушылар одағы мен орталық комсомол комитетінің ұсынысымен Жүсіпбек Елебеков ағамыз бастаған өнер қайраткерлері, Қасым Қайсенов ағамыз бастаған ақын жазушылар Талдықорған облысына сапарға шыққанбыз. Сонда біздің атақты ағамыз Нұрмолда Алдабергеновтың ауылында болғанбыз. Мұқағали марқұм өте көңілді жүрді сол бір кезде. Әнуар мен Мұқағали құрдас болатын. Екеуі де еңгезердей жағын үлкен жігіт болатын. Мен айтушым, өзім ойлаушым. Осы Әнуар мен Мұқағали ең кемінде жасайды ғой деп. Амал не өкінішке орай екеуі де ерте кетіп қалды. Осы сапарда жүргенде қолым сәл қалт етсе, Мұқағали өзінің қалтасында қаратылып жатыр, соның өлең оқитын. Өлеңдер керемет жақсы, маған ұнады, бірақ сәл мұңдылау болып көрінді. Мұқа
сен мұңнан гөрі асқақ ойлы, кең құлашты философиялық өлең жазуға лайық ақынсың ғой дедім. Ол қарқылдап тұрып күліп алды да, сосын деп жақында бір поэманың алғашқы тарауын бітіріп едім. Соны оқып берсем қайтеді деп ойланып тұрып қалды. Құрметті көрермен қауым, бізбен бірге Мұқағалидың дауысын естіп, Мағыр поэмасынан үзінді тыңдаңыздар. Және ақынның өзінің көзінің тірісінде ең алғаш рет және ең соңғы рет түскен киносюжетті бізбен бірге көріңіздер. Сол адамдар, сорлы адамдар баяғы, сойқан содыр бүліктер, ақылдыға қақпан құрып қояды, ақымаққа сый құрмет біліп көр. Біле тұра тағдыр дейміз жарандар, бос сөз өтірікке санаңдар, тағдырыңды жасайтын да адамдар, тағдырыңды білдіретін адамдар. Сырыңдалған, құныңдалған өмір, өмір өзі бір құйын, ұлы болып туылғаннан, ұлы болып өмір сүрмек тым қиын. Бұрын адам сезбеген, бұрын адам көрмеген, қарсаттанды ол қатерге, қарсы алдынан көлденің қандай сыйды тартар екен жат елде. Таңдап алды бұл өмірдің тозағын, жердің үсті болып елі отаны, арқалап ап ашынғандар азабын, елес болып кезді ол Европаны. Нелер ойлар қайталанды, жаттанды, нелер милар шатынады, дат шалды. Кім біледі, Мавр соның бірі ме, ең ақырғы азап жолын аттан. Айтылған жоқ өмірге ғашық әнім, қашан айтам, қашан мен басыламын, айталмай қалам ба деп ашынамын. О муза, мен бір жаққа асығамын. Соқ жүрек, солқылдам ми, тасы қаным, өмірге айтылған жоқ ғашық әнім. О муза, бір өзіңе бас ұрамын, тездеп жет, мен бір жаққа асығамын. Мен өлең жазбайым, әуен іздеп әуреге де түспейм. Әлде бір рух өлең жолдарын құлағыма сыбырлайды. Ал мен оны қағазға түсірем. Сенесіздер ме? Адамдардың арасында болған алауыздық мені де шарпымай өткен жоқ. Жұлдыздың делосын өткізіп беріп, поэзиямды өзіме алып қалдым. Кейбіреулердің поэзияны өлтіргісі келемі қалай? Олай бола қоймас. Егер олай бола қалса, қалған өмірдің қызығы не маған? Айналам тарылып, құрсауланып барады. Жағдай қиын. Келесі жылы жаңа жинағым жарық көре ме, жоқ па?
күміс құмғанай отта тұрғанай айналайын көзіңнен ашып жұмғанай айналайын көзіңнен ашып жұмғанай қырық отыз құрым үй жиектегі қырқадағы орақта ниеттері шешем бөлеп ұйықтатып бесігіммен керегеге кетіпті сүйеп мені есі дертін екі ұлға кезек бөліп кетсе керек әжем де тезек теріп тойып алсам томпиып жатады екем шамалы екен шешемді мезеткені Құдай-ай, өлді-ау ана сорлы, өлді-ау, құрыдым, қара бет болдым, ойбай-ай, әкеңе не деймін, әкеңе не бетімді айтам. Әруақ қонған екен ғой, қайдан білем мен бай. Көден атаңның иесі бүркіт деуші еді. Сол саған келіп қойды, қаты жылама, шошытып алармыз. Қоя қой. Кәні, таңдайыңды көтеріп қояйын, жыламай-ақ қой. Жасаған, ұзағынан болғай. Одан бері самай жаман өтті ғой. Қазақ ағамыздың аймағы бүркіт деуші еді. Онға бұққан емі қонды. Шеше, сен бақыттысың, жыламағын, жай түсіп жатқанда да құламадың. Тәңіріңнен мен едім ғой сұрағаның, сондықтан жыламағын. Бармын ғой, тірімін ғой, қасыңдамын, өлмеймін мен өзіңдей асылданмын. Таусылып өз-өзіңнен шашылмағын, байырғы берекеңді қашырмағын. Әзір ғана Нарынқолда өткен үлкен тойдан келіп отырмыз. Сол тойдың алған әсерлерінен біраз толқуымыз, толқығанымыз әлі басылған жоқ. Рахмет туған халқына. Әке менікі болғанмен ақын халықтікі. Халқы көтеріп, осындай дүрілдетіп той істегеніне Мұқағалидың ұрпағы атынан рахмет айтамын. Қарағым бадам, жасың кіші болса да жолың мүмкін. Мұқағалидың тойын біткен халқым тойлап жатыр, елім тойлап жатыр. Сонда келгенім мешітке, мына Бальшон Ромаға Құран хатын шығарып берді. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار
فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون اللهم يا ربنا تقبل منا هذه تلاوة القرآن الكريم الله تعالى وصفلغان قرآن şeriflerimizden hasıl bolgan savapты kol götürüp oturgan осы кісілердің ата-бабаларына, туған туыс зұрият әждат әулеттеріне, мархұм Мұхағали Мағатай ағамыз рухына Алланың рахметі болсын. Алла жайын жәннаттан қылсын, қалған ұрпақтарға ұзақ өмір, деніміз сау, дайым жақсылықтан бас қосуға нәсіп етсін. Аллаху әкбар. Қабыл болсын аға. Қабыл болсын. Жыр түсінер қауым өлеңдерің жақсы дейді. Жақсы жыр басылмаса қайтем. Әйелім де, балаларым да ақылсыздар емес. Бірақ менен көрі ақшаны сыйлай ма қалай? Білмеймін. Тәңірім әзірге шешемді тірі қоя тұрса екен. Өстіп тұралап жүргенімде қисая қалса, ел жұртқа масқара болам ба деп қорқан. Көш келеді, боздатып боздаланы, көз ұшында боз сағым қозғалады. Әлдекімнің естілсе созған әні әлдекімдер аңырап жоқтау айтса, әр кеудеде бір шемен қозданады, әр қазақтың естіліп боздағаны. Қауқары жоқ қайран жұрт, қайран халық, сайран салып жатушең жайлау барып, опат болып ақ ұрдаң ойранданы. Тәкаппар таулар жатқан жан жағында, барып қайт салқын жайлау малдауылға, бір жер бар Қарасаз деп аталатын, көресің жолың түсіп барғаныңда. Көресің көк орманын, жылғаларын, мөп-мөлдір қайнап шыққан тұнбаларын, жылғаның жағасында бұзылған үй, сен соған, ей жолаушым бір қарағын. Мынау ескі жұрт Мұқағали туып өскен үйдің орны. Осынау мынау шилердің арасында Мұқағалидың балалық шағы өткен. Осы жерде өсіп, осы жерден алғаш рет мектепке барды. Мұқағали қазір тек қана қазақ халқының ғана емес, бүкіл дүниежүзілік әдебиет қорына қосылған үлкен алтын көмбе болды. Сондықтан да біз Мұқағалиды неғұрлым тезірек насихаттауымыз үшін, неге көп насихаттауымыз үшін Мұқағали тану ғылымының негізін бастауымыз керек. Қайын боп менде ағайын, орманнан орын табайын, беймәлім маған өмірге. Қайын көзіммен қарайын, сен дағы жерден нәр алдың, мен дағы жерден нәр алдым. Біреуден сен де жаралдың, біреуден мен де жаралдым. Жаны бар тілсіз аққайың, айырмашылығым адаммын. Бар жоғы менде бір жүрек
кеткенім сендегі семсе мұң жыры келгенде жасыл көктемің тірілер қайта дүркірі анамыз жерге жармасып біріміз көкпен таласып бір задам бірде қайың боп сүрейік өмір алмасып сүрейік өмір алмасып барым менің балам менің жарым жақсылығым менің поэзиям тек сені сақтап қалсам екен. Ей, Сергей, 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 түстім-ау сергелденге мен де сендей, аулаққа, тым аулаққа кеттім білем, жан ашып ақыл берген елге сенбей. Мен дағы сол жақтанмын, ауылданмын, ауылдың ауруымен ауырғанмын. Өзіңді Мәскеу қалай қабылдаса, Алматы мені солай қабылдады. Мен де сендей, Серега, күнәдамын, жыр азабын тартамын, тіл азабын. Туған ауыл, туған жер қайда барсам қасымда ризаным. Ал енді қоштасайын Сардараға, мен ертең кетем ұшып сардалама. Қыранның қырандығы кең далада, қыранның қырандығы тауда ғана, мен ертең кетем ұшып сарбалама. Қош боп тұр, қош есен бол Сардараға, сөкпей де өкпелемей қал балаңа. Ақынның ақындығы атақ демес, ақынның атақтығы арда ғана. Өз жүрегінің құпиясын лирикалық кейіпкер арқылы ағынан жарылып нанымды түрде айта алмаған ақынның басқа жүрекке жол тауып, басқа ғұмырды зерттеуіне, оның жан дүниесінің бұлтарыс қалтарысын ашуға шамасы келмек емес. Ақын жүрегінің жауы да, жанашыры да өзі. Поэзия менімен егізбедің, сен мені сезесің бе, негіздедім. Алауратқан таңдардан сен іздедім, қарауытқан таулардан сен іздедім. Сен іздедім, досымнан, қасымнан да, ақша бұлттан іздедім, жасымнан да. Сен бе дедім, ақ нөсер ашылғанда, қызыл жасыл шұғыла шашылғанда, көк жиекпен көк жиек қосылғанда. Сен іздедім, іздеймін тағат бар ма, сені маған егіз қып жаратқан ба? О махаббат, сен әлі тірімедің, көзімнен ғайып болған күнімедің, гүлімедің, елтіген түнімедің. О махаббат, сен әлі тірімедің. О махаббат, сен әлі тірімедің, тірімедің, мен денді тірілемін. Ақ періште алдыңа жүгінемін, қолдай көр ғашықтардың бірі мені. 27 қаңтар 1974 жыл. Қарғыс атсын сені мынау ақындық тағдырым. Мені қоршаған орта саған да нәлет. Жүрегіммен де жаныммен де саған үміт артып сенгенім қайсы. Азап пен қайғыдан басқа ештеңе әкелмеген, аяқ асты қорланған күндерімді өткізуден өзге амалым жоқ.
Мұның ақыры немен бітерін де білмеймін. Қазір менде бірақ арман өзімнің аққу әнімді айтып қалуға үлгіру. Қалайда үлгіру. Ты бросил коня, пристрелить не поднялась рука. Исау, ты оставил страну, и твой конь под седлом чужака. Исау, ты оставил страну, и твой конь Алайда емханада көз жұмғанша жақсы еді ғой майданның өтінделген. Өкінішті, мына құрғыр сырқаттың беті күшті, жүрегім көтеріліс жасап жатыр, бұзбақ болып кеудемде бекіністі. Өкінішті. О жүрек, менің алтын қазығым-ау, қайтейін қажыдың-ау. Қытықтаған бауырдың назымын-ау, қажыдың-ау байғұсым, қажыдың-ау. Не істемекпін, жаным-ай, саған шипа істемек кім? Жаралғанда бүтінем үш бөлекпін. Жүрегім Африка, бауырым Кипр, миым мұзды мұхиттай, не істемекпін? 10 ақпан 1974 жыл. Газеттерге ұсынғанынан әзірге хабар ошар жоқ. Жарыққа шығара ма жоқ па білмеймін. Жаным ауырып күйзелу үстіндемін. Зову я смерть, мне не терпешь, Шекспир. Ұятта басқасы да шыдатпай барады. Не істеуім керек? Шыда, шыда, шыдай, шыда тағы, шыдамдыны мына өмір ұнатады. Үміттің құлан үйек, құла таңы әйтеуір бір атады, бір атады. Өкінбе, өкпелеме бүгініңе, өмір, болмайды түңілуге, мәңгі сені жазбаған сүрінуге, қайта тұрып қақың бар жүгіруге. Шыда, шыда, шыдай түс тағы шыда, тау құлатқан тасқынның ағысына, кір жуытпай, кіршіксіз намысыңа, қарысуға болады, алысуға. Деп берген ғой тауды маған, мен күрсінсем күңіреніп тау жылаған. Көңілімде бір құйын көтерілсе, тауларымда тұрады қарлы боран. Ала сартып асуым өткелдерін, астым әкеп төсейді көп белдерін. Алып тауды бесік қып өсіпсің ғой, ғұмырым керемет еткен менің. Өткен жазда Мұқағалидың туған жері Қарасазына барып, бір ай жатып 45 сурет салдым. Әрбір сурет Мұқағалидың өлеңіне арналған. Мұқағали тауды жырлап өткен ақын. Мұқағалидың таулары күрсінген, түксиген, жылаған кейпін мен өз шығармаларымда бейнелеуге тырыстым.
Қанатым бар күмістен жаратылған. Сүйікті балаларым менің, ақылсыз болмаңдар. Өмір жолы қауіп, абай болыңдар. Сүйе де жек көре де біліңдер, бірақ әрқашанда адам қалпында қалыңдар. Сал жырым, ағытыл алтын сандығым, сен бар жерде байымын, сен жоқ жерде жарлымын. Сал жырым. Тыпыршушы едің кермеде, тындың да қалдың сен неге? Тымырсып барып біткенше, өртеніп кеткін өрнеме, өртеніп кеткін кеудеде. Қаршығам едің қағынды, қағынбай қалдың нағылды. Тояттап тұрсың ұшалмай, жабулы қазан жабулы, бықсытпа менің жанымды. Не болды саған жолдасым? Қарайсың әзер болмашы, қараусыз сенсіз қалдым мен, тұтқынға түскен қолбасы. Не болды бізге жолдасым? Ей дәлдіріш бейбақтар, сендер мені қаралай да бағалай да алмайсыңдар. Нағыз әділ сот әлі алда. Жылдар өтер, жаңа ұрпақ келер. Тек солар ғана біздің әрқайсымыздың лайықты орнымызға қояр. Әлімсақтан бері солай болған, және солай болады. Егер бір кездерде менің өмірім, творчеством әлдегімнің көңілін аударса, оған былай дер едім. Менің қымбатты достарым, егер сіздер шынымен менің өмір баянымды, творчествомды зерттемек болсаңдар, онда мен не жаздым, соның бәрін оқып шығуды ұмытпағайсыңдар.
Мені өз өлеңдерімнен бөліп қарамауларыңызды өтінем. Естеріңізде болсын. Менің өлеңім жеке тұрғанда түкті емес. Біріктіріп қарағанда ол поэма іспетті. Басы және аяғы бар. Ол кейде күлімдеген, кейде түңілген жанның құдды даусындай. Сюжетіне көңіл аудармай қоюларыңа болады. Ал композициясы мен архитектоникасына зер салыңыздар. Егер мені содан таппасаңдар, онда ақын болмағаным.